Болады ғой негізі. Қай жақта? Азаттық па, қай жақ? Ақтық ішіңізде қолыңыз бар ма? Зарядка смотри. Завтра мен бүгін номер ашсын. Зарядку үшін. Ренжітім саған. Камера. Сызылып қалғандай мына қыздардың. Айтпайсыз ғой енді алдыңыз. Суда. Балаңыз өз кезін алып. Рахмет. Жеңгеңнің подаркасы туған күнге. Екеуміз бір күнде туылғанбыз. Болады деп ойлаймын. Бұл құрылтайымызды арамызда журналистер болғандықтан, блогшылар болғандықтан баспасөз мәслихаты форматында бастауды жөн көрдік. Бүгінгі баспасөз мәслихатының спикерлерімен таныстыра кетсем, Талғат Байназаров, осы блог құрылтайдың негізгі үйлестірушісі. Есебінің картасы мінбер журналистерді қолдауға Мұрат Әбенов, Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, Ашық Оразов KZ сайтының әкімшісі үйлестіруші. Динара Нүсіпова, Назарбаев университетінің коммуникация және маркетинг департаментінің аға менеджері. Ақбек Шемизатұлы, Қытайдан келген қандасымыз, Сен Қазақ сайтының жетекшісі. Жалпы осы бүгінгі шара барысы туралы, құрылтайдың мақсаттары туралы негізгі үйлестіруші Талғат Байназаровқа сөз берсек. Талғат өзі. Блогпен дүниежүзіне таралған жаңа видео бедердің жиыны бәріміз білеміз. Өзіміздің тілімізде айтатын болсақ, блогпен бұл құрылтай деп атап жүрміз. Бұл құрылтайдың негізгі мақсаты интернетке. Мен сұрау қойдың алдында мынадай нәрсе толықтай кетейін, айтпаса сөзің айтып жүреді деген. Жақсы, мына жаққа барып жүрейік, жақсы. Саламатсыздар. Сіздердің барлықтарыңызға блог құрылтайының атсалысқандарыңыз үшін рахмет айтамын. Сіздердің әрқайсыңызға өзіңіздің демеушілеріңіз болып отырсыздар. Блог құрылтайға қош келдіңіздер. Бүгінгі блог құрылтайдың ең мәртебелі қонақтарының бірі Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов ағамыз келіп отыр. Сөз сол кісіге Мұрат аға, өзіңіз. Ең біріншіден осы блог құрылтайға келіп қатысушыларды наурыз мерекесімен құттықтағым келеді. Негізгі блог құрылтай осы наурызға сәйкес келіп жақсы дәстүр. Жаңа жылымызда басымыз қосып алдағы мәселелер жоспарлануда ақылға салып өткен жылдар үшін блог құрылтайға қатысып өте жақсы өтті. Мен енді бәрі блогшылар менде блогтарында сол арқылы өткен жылы блог құрылтайда біраз жақсы кездесулер танысулар сосын сол таныстар
күшейді деп айта аламын. Себебі қазіргі кезде билік пен халықтың бірнеше байланыстарын түрлері бар. Бірақ соның ішінде қазір блок жасау жалпы әлеуметтік желіде Астанадағы жол семинардың барысында осы блок құрылтайдың жүргізушісі жүрген ақша басқа да жігіттер қажет платформасын ашқан. Біз басында осы платформаны ашқан кезде сондай сәтті жауап беріп